Қайырлы күн, қазақ елі. Буын қақсағанда дауа. Буынның қақсағанына әртүрлі дауа бар екені рас. Менің әжемнің буындары жиі қақсайды. Көп жүріп қойса, ауа райы бұзылатын болса, салқындап қалса да алдымен буындары қақсап, мазасы қашатын. Бұрын мұндайда дереу дәріханадан алған қыздыратын май жағып, уқалап беретінбіз. Кейінгі кездері ол да көмектеспейтін болған. Есесіне, әжем буынның ауырғанын басатын басқа да бір амал тауып алды. Түрлі газет журналдардан керегін жазып алып жүретін әжем мұны бір кітаптан көшіріп алған екен. 100 грамм сірке суына 100 грамм арақ, жарты шай қасық йод пен 50 грамм күнбағыс майын жақсылап араластырып, ауырған буындарға жағу керек. Сыртынан аздап қыздыруға да болады. Көп өтпей буынның қақсағаны басылады. Бұл амал ревматизмге де көмектеседі екен. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Лайк басып тіркеліп кетіңіз.